Бір айда товарный бизнесте 0-ден 1 миллион теңге таза пайдаға қалай шығамыз? Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі тақырып осындай болмақ, иншаллах. Егер сізде товарный бизнесте білім жоқ болса, опыт жоқ болса, ақша болмаса, және де қалай не істеу керегін және қалай істеу керектігін білмесеңіз, және де товарный бизнес бастауға ақша керек деп ойласаңыз, онда осы видео сізге арналған. Осы товарный бизнес арқасында 5 елге саяхаттадық, өзіміздің тойымызды жасадық, екі жақтында Алматы, Атырау арасында 15-20 миллиондай ақша кетті оғанда, және де өзіміздің ұнатқан көлігімізді алдық, бір жылда 3 көлік ауыстырғанбыз, және де Алматы қаласынан 59 квадрат магазин, офлайн магазинімізді ашып отырмыз әдемі. Және осы товарный бизнес тек қана маған емес, менде бір жыл бұрын бізден обучение алған басқа адамдарға да көмектесіп жатыр. Соның ішінде Диас және Ернұр. Бұл кімдер десеңіздер, 2005 және 2006 жылғы балдар инфобизнеспен айналысқан, және де Китайдан закуппен айналысқан. Олар мынандай запроспен келді маған. Менде қазір нестабильный табыс, біз хотим стабильный, системный, крепкий бизнес деп маған келді. Және де келген кезде айтты, бізде 300 мың теңге бар, Назарбек, қалай көмектесе аласыз, жасай аламыз ба деп айтқан. Солай жазда біз бастадық, және де ноябрь, декабрь айларында 16 миллион оборот жасады. Ал қазір Астана қаласында левый берегінде ортасында 85 квадрат магазиндерін ашып отыр. Өте әдемі етіп, және де өздерінің қалағандай системный, стабильный доходтарын жасап жатыр. Әрі қарайда олар дамып, өздері өскісі келіп жатыр. Одан бөлек осы жақында өткен обучениеда бір аптаның ішінде результат жасаған адамдар да бар. Соның ішіндегі Ару деген қыз өзінің күйеуімен бірге бастап жасап жатыр. Осы бір аптаның ішінде тауар тауып, упаковка жасап, полный үйреніп, и реклама жіберіп, уже алғашқы продажаларын жасады. Осы соңғы аптада 703.130 теңгеге товар сатыпты. Және де одан басқа да оқушыларымыз бар, оны соңында айтатын боламын. Осы сабақтың соңына дейін қарасаңыз, сіз товарный бизнестің бастаудың нақты 5 қадамын үйренесіз. Және қалай 0-ден алғашқы 1 миллион теңге таза пайдаға шығамыз, осыны үйренесіз. Және үшіншісі, товарный бизнес, онлайн магазин ашқан кезде көбісі жіберетін қателіктерді көретін боласыз. Товарный бизнеске дейін мен фотограф болдым. Тойда өзім мектеп оқып жүрмін, 2018 жылы өзім фотограф болдым. Одан кейін уже бір потолокқа тірелгеннен кейін жаңа білім алып, маркетинг саласына кірдім. Енді біз Атырауда болған кезде көп бизнестерді жүргіздік әртүрлі салада. Мысалы, ішінде кофейня бар, стоматология бар, барбершоп бар, цветы бар, бейкери бар. Және де Алматыға келіп 2021-де тағы да проекттер алдық. Мысалы, Айнұр Асанберді деген психологпен жасадық, КЖМ деген косметологиямен жасадық, және де Азат Алақшын деген актерский школасы бар, соны жүргізіп бердік. Содан кейін уже тоже бір потолокқа жеткеннен кейін өзімнің кәсібімді жүргізгім келді, себебі барлық системасын көріп жатырмын, и менде де жасай алам деген ой келіп, өзім бизнестерімді жасадым. Соның алғашқысы выпускной альбом. Выпускной альбом бізде бесплатно әлі де жүріп жатыр, өзінің доходтарын, прибыльдарын әкеліп жатыр. Одан бөлек өте көп бизнес салаларды көрдім, барлығын қарадық. Соның ішінде ручной автомойка сатып та көрдік, и және де карсетті де ашып көрдік. 0-ден бастадық, прям карсетті үлкен команда құрып, офис алып, 0-ден 5 айда 20 миллион оборотқа жеткіздік. Дальше Дубайға ұшып кеттік. Біз Дубайға кеткен кезде сол уақытта рынокта конкуренттер көбейіп кетті. Себебі именно карсет сататыннан курс сатқан ба, в общем, толып кетті, прям қатты демпинг болды. Сол жерден бізде таза пайдамыз құлайды. Жасауға болады, но мен уже ондай қаламадым, ондай табыс одан да жоғарын қаладым, и сразу команданы таратып, жаңа нишаға көшеміз деп шешім қабылдадық. Статистикаға келетін болса, осы 2026-ның басында есептелген Қазақстанда TikTokта 16-да 9 миллион адам отырады екен. Ал Инстаграмда 13-те 1, 13-те 6 миллион адамдар отырады. Енді ойлаңыздаршы, қаншама адам бар, и сол онлайнда қаншама адамдарға сатуға болады. Және де ойланып көріңіз, ал егер сіз онлайн сатпайтын болсаңыз, онлайн бизнес жасамайтын болсаңыз, қаншама клиентті жоғалтып жатсыздар. Неге товарды Инстаграмда сатып бастаған дұрыс, тиімді? Неге басқа маркетплейстерде емес, неге офлайн точка ашып емес? Соны айта кетейін. Неге Инстаграм? Себебі риск аз. Без вложений 0 теңгемен бастауға болады. Маркетплейстағыдай демпинг жоқ. Клиент табу өте оңай.
бизнесті потом сатып жіберуге де болады. Кейін офлайн точка ашқан кезде клиент табумен қиналмайсыздар. Көбі наоборот жасап жатады. Офлайн точка ашады, потом клиент табумен қиналып жүреді. Неге? Инстаграм плюс товарка. Мысалы Каспи бар, Wildberries бар, тендер, трейдинг, услугалар бар. Давайте барлығын қарастырып жіберейік. Барлығында түсінік бар. Мысалы Каспиде егер сататын болсаңыз, ол жақта демпинг бар. Сіз ұтыласыз, көп табысқа шыға алмайсыз. Неге? Себебі ол жақта оптовиктер өз товарын оптым бағада сатып жатыр. Ал сіз одан жоғары бағаға сата алмайсыз, және өте көп отзывтар бар, өте көп возврат бар, және де өте үлкен комиссиялары бар. Неге Wildberries емес? Себебі оларда қазір логистикада өте көп проблемалар бар, және де штрафтары өте көп, солай сіздің таза пайдаңыз құлайтын болады. Ал тендерде өте көп тоспалдар бар, который қарызға кіріп банкрот болып жатқан, және тендерге үлкен вложениемен кірген дұрыс. Трейдинг, ол да бізге түсініксіз нәрсе. Трейдингте сіз өзіңіздің қолыңызда жоқ нәрсемен саудаласасыз и қысқа уақыт ішінде барлық ақшаңызды жоғалтып алуға да болады. Риск өте үлкен ол жақта. Ал товаркіде біз қолмен ұстай аламыз, көре аламыз және соны сата аламыз. Даже сатылмай қалған кезде де ол өзімізде қолымызда қалады. Қолымызда қалған товарларды есучо оптымда сатып жіберуге болады. Неге услуга емес? Услугада өзінің патологы бар, және де сіз жасау керексіз обязательно. И сіз жасамайтын болсаңыз, онда жұмыста тоқтап қалады. Менде де услугада болдым, 1 миллион теңге табысқа дейін шықтым. Содан кейін патологты көргеннен кейін, және мен кіріспесем жұмыс тоқтайтын көргендіктен, мен уже товарный бизнеске көштім. Товарный бизнесте результатқа әкелетін нақты қадамдар бар. Соларды қарастырып жібереміз. Ниша таңдау ең бірінші, ол өте маңызды. Сол жерден барлығы белгілі болады. Дальше жүреді, жүрмейді деген сияқты. Упаковка Инстаграмы. Бізде упаковка Инстаграм ол сіздің офлайн магазин сияқты болады. Оған өте қатты мән бермейтін болсаңыз, онда товарыңызда өтпеуі мүмкін. Трафик, реклама, онсыз бизнес жүрмейді. Машина бензинсіз жүрмейтін сияқты, трафиксіз жүре алмайды. Сондықтан трафикке, рекламаға өте қатты көңіл бөлеміз. Клиентке сатып үйрену. Клиент келеді, және олар сливқа кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан біз дұрыс сатып біліп, конверсияны жоғары ұстап, клиентті айналдыру керекпіз. Содан кейін барып, барлығын үйреніп, барлығы жүріп жатқан кезде уже команда құрып, системаға қоямыз. Ниша қалай таңдаймыз? Көбі осы жерде қиналады. Нишаны мен қалай таңдаймын? Мен в основном чисто Инстаграмды қараймын. Инстаграмнан нишаларды іздеймін. Және де сол жерден Инстаграм қалай жүріп жатыр, сторис қалай, публикация қалай жиі салынып жатыр, неше лайктар, отзывтары қандай, және де жекеге жазып көрем, неше минутта ответ береді деген сияқты. Сатып көресін, маған сөйлесіп көрем, және де подпискасында егер владельцы тұрса, оның профиліне өтіп, қалай өмір сүріп жатыр, не істеп жатыр, тоже оны қарайтын болам. Осылай примерно анықтап шығамын. Тек қана бір Инстаграм емес, 10 шақты Инстаграмдарды полный жазып шығатын болам. Және екінші тәсілі бұл Google Trends. Google Trends сайтында қаншалықты адамдар көп іздейтіні көрсетеді. Мысалы, бір жылда, соңғы айда, соңғы аптада деген сияқты, даже көктемде, қыста деген сияқты, қай қалаларда, қай елдерде көп іздейді, осының барлығын полный статистика етіп көрсетеді. Сол статистикаға сүйене біз нормальный жақсы нишаны таңдаймыз. Ниша таңдадық, товарды алдық, енді Инстаграмның упаковкасына кірісетін боламыз. Міне сіздердің алдарыңызда біздің Okko Collection Инстаграмын қойып қойдық. Енді бұл жерде не нәрсеге мән беру керек? Адамдар ең бірінші компанияның атына қарайды. Содан кейін барып логотипке қарайды, подписчик, публикация, подпискасына да қарайды. Содан кейін барып шапка профилі, описаниясында не деп жазылып тұр, қандай ұсыныс жазылып тұр, қандай адрес тұр, осыған қарайды. Одан кейін сіздерде лицоларыңызға қарайды. Блогерлер бар ма деген сияқты. Я басында мүмкін сіздер блогерлермен жасау қиын болуы мүмкін. Егер қиын болып жатса, но мен ойлаймын, жасауға болады бартермен деп. Ал егер ол да қиын болса, онда өзіңіз түсіп, немесе жақындарыңызы обязательно көп етіп салу керек лицоларда. Және упаковкасы өте маңызды. Мысалы, сіздер доставка жібересіздер ғой, пакетке, упаковкасына қатты мән беру керек. Товардың сыртында коробкасы брак болмау керек, чисто аккуратно бару керек. Және де қасына бір нәрсе салу керек. Ол тоже обмен с превышением болады. Барған кезде ол күшті эмоция алады. Ух ты, мынандай салып жіберіпті ғой деп. И келесі заказ берейін деп жатқан кезде соны еске алады. Маған қалай келіп еді, қаншалықты тез келді, қандай упаковкада келді, осыған қатты мән береді. Одан кейін отзыв, доставка туралы ақпараттар болу керек. Ол актуальныйда тұрады. Актуальныйда как минимум 5 актуалка тұру керек. Ол жерде отзыв, доставка, адрес,
блогерлер, сіздердің тиімді акцияларыңыз, в наличии не бар деген сияқты әртүрлі нәрселер, ең маңызды нәрселер тұрады. Және закуп жасаған кезде ең үлкен қателік бұл миллиондап көп етіп ақшаға закуп жасау. Ол үлкен қателік болады, егер сіз енді бастап жатқан болсаңыз, тем более. Сондықтан ең басында бірінші закуп жасаған кезде 2-3 түрін ғана алып тест жасап көру керек. Содан соң сол 2-3 товарға сіздер контент жасайсыздар, креатив жасайсыздар, жақсы оффер тастайсыздар, содан кейін уже рекламаға жіберіп бастайсыз. Ниша таңдадық, упаковкасын жасадық, закуп жасадық. Былай айтқанда Instagram клиент келуіне дайын тұр. Енді біз реклама жіберу керекпіз. Енді реклама жіберіп трафик әкелеміз. Көбісі мына жерде үлкен қателіктер жібереді. Мысалы, маған да келіп жатқан адамдардан біліп жатам, олар трафикке ақша құймайды. Даже құймайтындары бар. Кейбіреуі қате салады, көбі аз салады мысалы, деген сияқты үлкен қателіктер жібереді. На самом деле біздің бизнес чисто трафикпен ғана жүреді. Ал егер ол болмаса, біздің бизнес никак жүрмейді. Ойлаңызшы, мысалы сізде машина бар. Машина жүру үшін сізге бензин керек. Ал бензин болмаса, машинаңыз бір орында тұрады. Дәл сол секілді бизнесте солай. Егер бизнесте реклама, трафик болмайтын болса, ол да бір орында тұратын болады. Сондықтан біз түсіну керекпіз. Трафик, реклама, маркетинг ең маңыздысы екен. Енді трафикті қалай әкелеміз деген сұрақ болады. Рекламаны, трафикті, адамдардың келуін екі жолы бар. Біреуі бесплатный болса, біреуі платный. Енді платный жағын қарастырып жіберейік. Платный бізде не кіреді? Таргет, мысалы, Фейсбукпен таргет жібересіз. TikTokқа таргет жібересіз, Тугизге жібересіз, мысалы адресіңіз болса, немесе вывеска ілесіз, немесе блогерлерден реклама сатып аласыз. Және де бізде екінші түр бар. Ол бесплатный. Ол Reels, TikTok, сарафанный радио. Мысалы Reels'ты алайық. Ол бесплатный. Сізден ешқандай вложение требует етпейді. Сіз түсіресіз, саласыз. Если ол атып кетіп жатса, онда сізге 10, 20, 30 продажалар әкіп келеді. Ойлаңыздаршы, бесплатный мысалы. Сол секілді TikTok'та, Reels'та солай жұмыс жасайды. Егер сіздің қолыңыз бос болса, телефоныңыз қолыңызда болса, түсіріп сала беру керек. Себебі ол бесплатный трафик әкелетін жер. Даже атпай қалған өзінде, мысалы, 300 просмотр жинайық дейді. 300 просмотр деген 300 адам жинасақ, ол өте көп. 300-дің ішінен үшеу алса, біреу алса, хотя бы ол бесплатный кеп тұр да, сондықтан ақталды деп санай берсеңіз болады. Негізі мына рекламаға, маркетингке қанша бюджет кету керек деп өте көп сұрақ қойып жатады. Ол общий обороттан 20%-дан аспау керек. Егер сіздің оборотыңыз бағанағы 10 миллион болатын болса, онда сіздің рекламный бюджетіңіз бір айға 2 миллионнан аспау керек. Ал егер одан көп болып жатса, онда сіздің рекламаңыз ақталмай жатыр. Онда басқа подходтар көру керек. Ал егер сіздікі одан да төмен болып, 10% болып, 8% болып ақталып жатса, онда трафикке тағы да ақша салу керек. Одан сайын курс жасайсыздар. Енді тағы да бір сұрақ пайда болады мына жерде. Рекламаны кім жіберіп береді? Кім онымен айналысады? Оған таргетолог алып, маркетолог алып вообще қажет емес. Оны өздеріңіз жасай аласыздар. Қазір енді мен осыны пошагово көрсететін боламын. Facebook арқылы қалай реклама жібереміз. Ең бірінші ADS менеджер деген сайтты ашамыз. Бұл Facebook'тың ішінде ADS менеджер. ADS менеджер арқылы сіздер реклама жібересіздер. Осы жерден полный настройкасын келтіріп аласыздар. Компанияңызды ашып, адресіңізді тіркеп, полный басып шығып, карточкаңызды тіркейсіз. Одан кейін олар оңай енді. Ең қызық жері мына жерде басылады. Енді реклама жіберген кезде Facebook арқылы екі түрі бар. Бұл посещение профиля және де перепискаға жібереміз. Мына жерде енді трафикті басамыз. Бұл жерде посещение профиля да бар, және де переписка де бар. Кеттік, мен сіздерге көрсететін боламын. Мына жерде настройка вручную деген басасыз, продолжить дейсіз. Бұл жерде енді барлығы оңай былай айтқан кезде осы запись экраны түсіріп алсаңыздар болады. Міне полный осы настройканы қоясыз. Дальше басасыз. Мына жерде көп өзгертпейді негізі. Мына жерде мысалы трафик дейді, міне мессенджер сообщениеда Instagramға немесе WhatsAppқа қоясыз. Немесе профильге қоясыз. Мен өзі мысалы профильге қоям, бізде fashion сфера болғандықтан чисто профильге өтіп, біздің профиль сататын болады. Дальше бізде мына жерде Facebook'ты галочкасын алып тастаймыз, себебі Facebook'та керек емес, тек қана Instagram'нан көрген адамдарға. Және де мына жерде дневной бюджет деген тұр. Күніге қанша доллар құртасыз. Енді бұл жерде үлкен сұрақ бар, тоже бір постқа 5-15 доллар құртқан жөн. Және де бір аптаға кетсе реклама өте жақсы. Бір апта сайын рекламаларды ауыстырып тұрасыз. Мысалы мен мына жерде 20 деймін, кейде 15 деймін. Жақсы реклама, егер товар көп болса, мен үлкен долларға қоямын.
Дальше бізде мына жерде используйте сохраненную аудиторию. Мен мына жерде аудиториялар сохранить етіп қойдым. Сізде өзіңіздің сохранить етіп қойсаңыздар болады. Ол үшін бірінші настройкаларды жасап аласыз. Негізі рекламаны полный Қазақстанға жіберген дұрыс, полный населениеға. Және де тек қана Қазақстан деп белгілесеңіз болады, немесе кейбір қалаларды алып тастауға болады. Немесе тек қана қай қала керек, сол қаланы қоссаңыздар болады. Мына жерде сіздер өз жас аралықты қойсаңыздар болады. Мысалы мен өзім 18-35 деп қоямын. Және полға тек қана женский полды қойып қоямын. Ол өзіңізге байланысты тоже нишаңызға. Егер тек қыздардың товары болса, қыздікін қойсаңыздар болады. Немесе екеуін де қойсаңыздар болады. Оны дальше өздеріңіз қарап, анализ жасап анықтайтын боласыз. Әрбір нишаға әртүрлі. Содан кейін біз төменге түсеміз. Бұл жерде Advantage плюс қосылып тұр. Соны ручной қойып, мына жерден Facebooktан алып тастаймыз. Тек қана Instagramда сіздің долларыңыз, ақшаңыз прямой таза кететін болады. Кеттік, келесі кеттік. Мына жоғарыда көріп тұрсыздар, бірінші блок, екінші блок және үшінші блок. Үшінші блокқа келдік. Бұл жерде біз создать рекламу деп фотоны жүктеп ноутбукқа сосын салсаңыз да болады. Немесе прямой посттың публикацияны пайдалансаңыз болады. Мына использовать существующую публикацию, выбрать публикацию дейсіз де, мына жерде Reels, история басып, и біреуін таңдайтын боласыз. Мына белые кроссовки LP, мына Loro Piana мысалы. И дальше кетеді. Мына жерде WhatsApp-ты өшіп тастаса болады, қосып қойса да болады. И все болды. Мына жерде таңдайды и опубликовать деп басатын боласыз. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, қызылмен имеется задолженность деп тұр. Бұл значит төлеу керексіздер. Сізде қарыз ақшаңыз бар деген сөз. Соны төлегеннен кейін барып жібере берсеңіздер болады. Если что, бұл біздің Facebook емес, біздің бизнестікі. Бұл тестовый көрсетіп жатырмын, ал біздікін көрсете алмаймын, себебі бұл жерде өзіміздің авторский бір рекламаларымыз бар, көрсетуге болмайды. Енді тағы бір сұрақ, бюджетті рекламаға қалай жоспарлаймыз? Бір постқа максимум 5-15 доллар аралығында жібересіз, және де бір аптаға жібересіз. Негізі оны ұзаққа сақтауға болмайды. Каждый апта сайын съемка болу керек, және де сол съемканы апта сайын ауыстырып отырасыз. Себебі бір нәрсені қайта көре берсе уже жалығып кетеді. Және де егер сізде 150 доллар уже пландап жатсаңыз бір күнге, онда 10 постты 15 доллардан жіберген дұрыс болады. Себебі адам каждый видеоны көру керек. Көп касание болады, әртүрлі касание болады. И әрбір съемкіден әртүрлі болады. Далада басқаша, студияда басқаша деген сияқты. Және статистикаға келейік. Бұл жерде біз өте қатты бақылау керекпіз. Цена за клик деген бар. Посещение профиліға жіберсеңіз, цена за клик, бір адамның профильге өту бағасы 0,008 доллардан аспау керек. Бұл посещение профилі. Ал егер перепискаға жіберетін болсаңыз, сізде норма 1 доллар болу керек. Мысалы, 150 долларға реклама жіберсеңіз, 150 адам жазу керек. Это норма. Одан арзан болса, күшті, мықты онда. Ал егер одан көп болып жатса, онда уже қатаң қарап, басқа креатив қосып, басқа OTP офферлер қосу керек болады. Енді бір қорытындылап жіберейік. Нишаны таңдадыңыз, закуп жасадыңыз, контент жасап, упаковка жасадыңыз. Және де трафикке, рекламаға жібердіңіз. Рекламадан түсіп, сіз уже дұрыстап сатсаңыз, уже сізде бірінші продажаларыңыз болады. Рекламамыз жақсы ату үшін қандай әрекеттер жасау керек? Рекламалар бағанағыдай қымбат болып қалуы мүмкін, өтпей қалуы мүмкін. Күштетіп өту үшін, көп адам жазу үшін біз қандай әрекеттер жасау керекпіз? Ең біріншісі бұл контенттің качествосы. Фото, видео живой болу керек, және де качествосы күшті болу керек. Жарық жерде четко көрінетін, әдемі етіп түсіріп жіберетін боласыз. Және де қасында лицосы болса өте күшті болады. Егер танымал адамды қосатын болсаңыз, онда атуына үлкен себеп береді. Және де сол рекламада жақсы оффер болу керек. Ұсыныс. Сіз қасына қандай ұсыныс бересіз, чтобы олар сізді таңдайтындай, және де конкуренттерден айырмашылық беретіндей. Және де сол рекламада сіз олардың қажеттілігін жабу керексіз. Боль решение деп айтады ғой. Мысалы, фэшн ритейл сферада бұл стиль, сіз стильді көрсетесіз, әдемі етіп, и сөйтіп олардың қажеттілігін жабасыз. Ал егер сізде парфюм болса, олардың больдары қандай? Мысалы, парфюмде тұрақтылығы аз болады, там качествосы көбіне ұнамайды, там іздеген иістері өздеріне жарасатын иісін білмейді, и олардың больдары осы. Сол больдарды сіз жабу керексіз. Ал егер сіз денсаулық жаққа кіріп жатсаңыз, ол жақта боль, прямой боль болады да. Егер арқасы ауырса,
и оны сіз емдеп бересіз бағанағы корсет арқылы деген сияқты больдарын жауып беру керексіз. Сонда сізге креативіңіз өтіп, көп адам жазып и сразу сатып алатын болады. Бесплатный трафикті тағы бір қарастырып жіберейік. Көбі білмей жатады, рилсқа, тиктокқа не салатынын білмей жатады. Бұл жерде решение оңай. Просто қайталаңыз. Өз нишаңызда ең көп просмотр жинаған, көп охват жинаған, көп продажа әкелген видеоларды просто қайталаңыз. Под себя қайталап көріңіз. И күн сайын тоқтамай салыңыз. Күн сайын 3 рилстан, 4 рилстан, 3 тиктоктан тоқтамай сөйтіп жасай берсеңіз, олар накопительный эффектпен сізге уже продажалар әкелетін болады. Бұл нәрсе тексерілген. Біз окконы бастаған кезде 2 ай бойы күн сайын 3 рилстан салатын болдық. Және де олар бізге бесплатный трафик әкеледі, бесплатный продажалар болады. Ол өте қатты көмектеседі бастап жатқан кезде. Сіз просто жақсы офер беріңіз и жақсы трендтерді, звуктарды пайдалану керексіздер. Мысалы, 30 күн бойы 30 рилс салатын болсаңыз, соның ішінде 4-5 рилс ататын болады. И соның ішінде уже продажалар кетеді. 10-20 продажа деген сияқты. Енді қараңыздар. Товар таңдадық, упаковкасын жасадық, таргетке реклама жібердік, клиенттер түсіп жатыр. Енді оларға дұрыстап сату керек. Ал жақсы сату үшін біз продажының осы 5 ключевой этапын білу керекпіз. Бірінші бұл установление контакта. Сіз адамдармен контакт орнатасыз. Кім, қай жақтан, сіз кімсіз деген сияқты. Одан кейін олардың қажеттілігін білесіз. Выявление потребностей. Не қажет оларға, қандай размер керек, не керек деген сияқты. Және де сол қажеттілігіне сіздер презентацияңызды ұсынасыздар. Міне сізге мына нәрсе қажет, менің товарым осыған арналған деген сияқты полный әдемі презентация жасап бересіз. Одан кейін олардың өте көп сұрақтары болады, возражениялар болады, осының барлығын полностью шабасыз. Мысалы бір возражениені алайық. Мысалы айтуы мүмкін, маған мына размер келмей қалса не істеймін деп қорқуы мүмкін. Мысалы сіз Алматыда сатып аласыз, ол Тараздан, Ақтөбеден заказ береді, но размерден қорқады. Сіз ол жерде оның возражениесін жабу керексіз. Қалай келеді, қалай келтіресіздер. Мысалы сіз полный оны өлшейсіз, иығын, бедра, мысалы аяқ киім болса стелкісін өлшеп, и солай полностью доказать етіп, көрсетіп, сенім қалыптастырасыз. Барлық сұрақтарын жапқаннан кейін, возраженияларын жапқаннан кейін, бұл жерде сделка, төлем. Төлейді и жібересіз. Болды. Получается, сізге клиент жазады, танысасыздар, оған қажеттілігін анықтайсыз, сіз өзіңіз товарыңызды ұсынасыз, сұрақтарына жауап бересіз и төлемін алып, уақытында жібересіз. Болды, осылай оңай жүреді. Негізі продажға өте қатты мән беру керек. Трафикке, реклама қалай мән бердік, дәл сондай усилия продажаға да салыну керек. Мысалы, мен көп адамдарды көрдім, трафикке, рекламаға ақшасын салады, адамдар жазады, бірақ продажасы құлайды, бірақ дұрыс жұмыс жасамайды сол жағынан. Көп магазиндерді білеміз, көп бизнестерді білеміз, продажаға вообще мән бермейді. Ал продажа ол бизнестің 50%-ін құрайды. Қалай амандасады, қалай сұрақ қояды, адамның түсінуі қалай болады, осын барлығына қатты мән беру керек. Енді қараңыз, сіз өзіңіз товар алдыңыз, өзіңіз съемка жасап, упаковка жасадыңыз, өзіңіз рекламаға жіберіп жатсыз, келген клиенттерге өзіңіз сатып жатсыз. Енді қашан біз команда жинап бастаймыз? Давайте осы сұрақты қарастырып жіберейік. Сіз команда жинап бастайсыз, когда сіз уже үлгермей жатасыз. Және де қайталанатын нәрселерді уже делегировать ету керек болады. Сол кезде команда жинап бастайсыз. Ол сразу болмайды, біртіндеп болады. Мысалы, бізде продажа ол ең қайталанатын және де уақытты көп алатын әрекет. Клиенттер келеді, оған күні бойы отыру керек болады. Ал сізде мына жақта өте көп жұмыстар бар. Сондықтан ең бірінші менеджер по продажам аласыз. Содан кейін аптасына контент жасау керек, күн сайын пост салу керек. Оған сіз контент мейкер аласыз. Енді осы менеджер по продажам мен контент мейкер, осы 2 адам сізбен 3 адаммен айына 15-20 миллион оборотты смело жасай аласыз. Мысалы, өзім бірнеше нишан жасаған кезде дәл осы системамен жұмыс жасадық. Және де барлығында осындай обороттарға жеттік. 2-3 адаммен ғана. Демек, осы 5 әрекеттерді дұрыстап жасайтын болсақ, бізде нәтиже болады. Ниша таңдадыңыз, упаковка жасадыңыз, таргетке жібердіңіз, саттыңыз, команда құрайсыз. Осы 5 әрекет жасалса, результат болады. Неге онлайн бизнес ашып, онлайн жұмыс жасау керек? 2024 жылғы статистика сүйенсек, бізде 3,2 триллион теңгеге оборот жасаған. Және де 29%-ға өскен. Ойлаңыздаршы, бұл дегеніміз барлығы онлайн алып жатыр.
барлығы онлайн бизнеске көшіп жатыр. Адамдар да уже онлайнға көшкен. Қарасаңыздар, бізде де киімді, тамақты, любой нәрсені онлайн ала береміз. Сондықтан онлайн бизнес бастау өте тиімді, және де оған барынша тезірек кіріп алу керек. Көп адам бизнес бастауға ақша жоқ дейді, немесе қорқады, немесе неден бастау керектігін білмейді. Мен қазіргі бизнесіміз Окконы біз ақша жоқ кезде бастадық. Бірақ менде білім болды, және ең бастысы менде дайын система болды. Мысалы, Карсетті бастаған кезде біз 5 айда 20 миллион оборотқа жетіп, сосын Дубайға кеткен кезде конкуренттер көбейіп, уже команданы тараттық. И мен Окконы нөлден бастаған кезде менде біліммен және системамен қайтадан уже тез уақытта көтеріп алдым. Сізде егер білім болатын болса, қандай жағдай болмасын, егер сіз нөлге түсіп қалып жатсаңыз да, сіз шамалы уақыттың ішінде қайтадан өз нәтижеңізге жетіп аласыз. Товарный бизнесті бастағалы менде өмірімде өте көп нәрсе өзгерді. Мысалы, бағанағыдай саяхаттадық, өзім тойымды жасап жатырмын, машина алып жатырмын, магазин ашып жатырмын, әдемі етіп, және де өзімде мышлением, кругым полный өзгерді. Өзімнің ғана емес, басқа да адамдардың өмірлерін өзгертуге себепкер болып жатқаныма өте қатты қуаныштымын. Мысалы, бізде осы соңғы обучениеде 5 адам қатысты, және 5 адамға да себепкер болып жатырмыз. Каждайы нөлден бастады. Мына жерде Ерназар деп тұр. Мысалы, ол да өте нөлден бастады. Барлық мышлениесін қарадық, сөздеріне, барлығына полный қарастырдық. Ару, Азамат, Әбдірахым деген адамдар қосылды. Барлығына оборот жасауға, товар алуға, қалай реклама жіберу, қалай сату осын барлығын үйреттік. Және де жаймен результаттар жасап жатыр. Мысалы, мына жерде Азамат деген жігіт бар. Бір аптаның ішінде 697 мың оборот жасаған. С нуля бастады, нөлден бастады, ойлаңыздаршы. Екінші мына жерде Ару тоже нөлден бастады, күйеуімен жасап жатыр, 703.130 теңге жасаған. Және де Ерназар деген оқушы да бар. Ол да бір аптада 324 мың оборот жасаған. Енді осы товарный бизнесті менімен бірге жасағысы келетін адамдарға групповой наставничество 4-ші потокты ашайын деп жатырмыз. Ол жақта сіздерді не күтеді? 4 офлайн сабақ жеке менімен болады. 1 ай сопровождение, бірге партнер болуға мүмкіндік, практикалық сабақтар, тек қана теория емес, практикамен барлығын қамтитын боламыз. Содан кейін нетворкинг кәсіпкерлермен 24/7 поддержка болады, және жеке кездесулер болады. Біздің сабақтар чисто обучение, чисто әңгіме ондай емес, біздікі практикалық түрде бірге жұмыс жасайтын боламыз. Мысалы, съемка жасау керек болса, съемкаге бірге барып, бірге қарап үйрететін боламыз. Немесе Instagram ертең сатып жатқан кезде полный разборларыңызға кірісетін боламыз. Қалай сатып жатсыз, қалай сөйлесіп жатсыз деген сияқты рекламаларыңызды ішкі кабинеттеріңізге де қатты көмектесетін боламыз. Одан бөлек сіздерге товарға сатуға көмектесетін 30 дайын сторис шаблондарын беретін боламыз. Именно сторис арқылы бізде продажалар болады. Дайректте клиенттермен сөйлесуге көмектесетін дайын скрипт продаж беретін боламыз. 14 күнге контент планның шаблонын береміз. Және де менің атынан авторлық таблица. Сіздің цифр, оборот, доход, расход сол туралы таблицамды беретін болам. Және ең соңында жақсы өтетін товарлар тізімін береміз. Сіз мен айтқан нәрселерді бірге бір тура дұрыстап жасайтын болсаңыз, бір айда как минимум 2-3 миллион оборотқа шығасыз. Обучениеға тек қана 10 адам алатын боламыз. Бұл уже біздің 4-ші поток. Неге 10 адам десеңіз, мен сол адамдарға точно үлгерем, және де өзім білімді качественно беретін боламын. Қосылу үшін описанияға өтесіздер, сол жерде анкета болады. Соны толтыру керек. Анкетаны толтырған адамдардың ішінен адамдарды мен өзім іріктеп алатын болам. Егер сіз іріктеуден өткен болсаңыз, онда біздің менеджерлер сіздерге байланысқа шығады, және де онлайн немесе офлайн кездесулерді қояды. Ал енді бәріңізге сәттілік. Осы видеода айтылған ақпараттардың өзінен жақсы нәтиже жасауға болады. Ал егер сіз менімен бірге жасағыңыз келсе, я, онда анкетаны толтырыңыз. Егер іріктеуден өтсеңіздер, біздің менеджерлер сіздерге хабарласатын болады.